Саламатсыңдар ма балалар? Қалайсыңдар сендер? Балалар, біз бүгін математика сабағын өтеміз. Математика сабағын өту үшін біздер ең бірінші орнымыздан тұрайық. Шаттық шеңберіне тұрып білгенімізді айтамыз. Балалар, мен түлкі түлкішекті таңдадым бүгін. Мен бірінші жолын айтам, екінші жолын сіздер жалғастырасыздар. Түлкі түлкішек. Түнде қайда барасың? Әжең саған не береді? Оны қайда қоясың? Ит ішіп кетсе қайтесің? Құс ішіп кетсе қайтесің? Жылан ішіп кетсе қайтесің? Дұрыс айтасыңдар балалар, кереметсіңдер сендер. Енді біз әрі қарай бүгін жаңа сабақты өтеміз. Жаңа сабақты өту үшін біз жақсылап тақтаға маған суретке қарайық. Тышқандарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Барлығы неше тышқан? Барлығы 6 тышқан. Біз 6 тышқанды осындай санмен белгілейміз. Жоғарыдан бастап төмен қарай тартып, жарды 6-ның орта бойына барғаннан кейін оны 0 санын ұқсатып дөңгелектеген кезде бізге 6 таңбасы шығады. Енді балалар, 6 таңбасын 6 саны шығу үшін біз қандай сандарды қолданамыз? Қарайық. Бірінші маған қарай қойыңдар. Мынау бәріміз білетін 5 саны, бұл 1 саны. 5 саны 1 санын қосқан кезде 6 саны шығады. 6 саны шығады. Енді балалар қараңдаршы, сандардың орнын ауыстырайық. 1 санына 5 саны қосайық. Қандай сан шықты? 6 саны шықты. Балалар қараңдар, сонда сандардың орны өзгергенменен оның қосындысы өзгермейді. Әрі қарай кеттік. Енді алмаға назар аударайық. Алма. Көк алманы санайық. Көк алма қанша? 1, 2, 3, 4. 4 саны. Және оған қосайық. Қызыл алмаларды. Қызыл алма нешеу? 1, 2. Енді 4 көк алма менен 2 қызыл алманы қосып санағанда қандай сан шығады? Кәнекей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қандай сан шықты? 6 саны шықты. Енді балалар екінші қатарға қарайықшы. Қызыл алма нешеу? 1, 2. 2 саны жазылған. Әрі қарай көк алма 1, 2, 3, 4. Көк алма нешеу? 4. Енді балалар 2 қызыл алма менен 4 көк алманы қосып санайық. 1, 2, 3, 4, 5 нешеу? 6. Сонда балалар қараңдар, алмалардың орны өзгергенменен, бірақ олардың қосындысы өзгерген жоқ. 4-ке 2 қоссаң да 6, 2-ге 4 қоссаң да 6. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар тағы да есімізге түсірейік. 6 санын өттік бүгіне. 6 санында 6 бірлік бар. Өйткені олардың әрқайсысын 1 санмен есептеген кезде 6 санында 6 бірлік болып есептеледі. Енді орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрып сергіту сәтімізді айтып жіберейік. Орнымыздан тұрайық. Қарлығаш шайық. Қоян болып секіріп, ай ұқсап қорбаңдап, түлкі құсап бұраңдап, көбелекше ұшайық, билеп алайық, орнымызға қонайық. Кеттік, әрі қарай келесі сабақты жалғастырамыз. Балалар, келесі сабақты жалғастыру үшін шамалы өзіміздің деңгейімізді анықтайық. Ол үшін мына үйдің ішінде қызыл дөңгелектер және көк дөңгелектер берілген.
Үйдің шатырында қандай сан жазулы тұр? 6 саны жазулы тұр. Демек, қызыл дөңгелек пенен көк дөңгелекті қосқан кезде 6 саны шықса, біздің есебіміз дұрыс шығады. Ал бірінші есепке кеттік. Бірінші қызыл дөңгелекті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 саны жазулы тұр. Көк дөңгелек 1. Демек, 5-ке 1 санын қосқан кезде қандай сан шығады? 6 саны шығады. Әрі қарай кеттік. Екінші қатар қызыл дөңгелекті санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 сан жазулы. Ал белгісіз сан көк түстердің есебінен шығады. 1 дөңгелек, 2 дөңгелек. Мына жерде біз қандай сан жазамыз? 2 санын жазамыз. 2 санын жазуға болады. Мінекей қарайық. 2 санын біз жаздық. Әрі қарай кеттік. Келесі 2 қосылғышта белгісіз. 1, 2, 3. Қандай сан жазамыз мына жерге? 3 санын жазамыз. 3 санын жазамыз. 3 санын жаздық. Әрі қарай екінші көк дөңгелек 1, 2, 3. Тағы да қандай сан жазамыз? 3 санын жазамыз. 3 санын жазамыз. 3 санын жаздық. Қандай сан? Енді қандай сан шықты? 3 санына 3 санын қостық. Өйткені қызыл дөңгелек саны 3, көк дөңгелек саны 3. 3-ке 3-ті қосқанда қай сан шығады? Барлық дөңгелекті қосып санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 саны шығады. Тағы да біз 6 санын пысықтадық. Әрі қарай кеттік. Келесі қызыл дөңгелекті санаймыз. 1, 2. 2. Қызыл дөңгелек нешеу? 2. 2 санын не істейміз? Жазамыз. 2 санын жазамыз. Көк дөңгелекті санай беріңдер. Көк дөңгелек 1, 2, 3, 4. Көк дөңгелек 4. Қызыл 2 дөңгелек пен көк 4 дөңгелекті қосып санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да біз бүгінгі өткен қай сан шықты? 6 саны шықты. Енді соңғы есебіміз қызыл дөңгелек нешеу? 1. Дұрыс айтасыңдар. Көк дөңгелекті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Көк дөңгелек нешеу? 5. Демек, біз мына жерге қандай санын жазамыз? 5 санын жазамыз. 5 саны. Енді қарайық. 1 саны қызыл дөңгелек 1, көк дөңгелек 5. Барлығы қанша шықты? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда бүгінгі өткен қандай санымыз шықты? 6 санымыз шықты. Әрі қарай кеттік. Балалар, енді мен сендерге деңгейлік тапсырма беріп отырмын. Осы тапсырманы дәптерге жазасыңдар. Дәптерге жазып, санағыштың көмегімен мына тапсырмаларды дәптерге түсіріп, маған салып жібересіңдер. Әрі қарай кеттік. Енді 6 санының құрамын қай пәтерге жазуға болады? Кәнекей, қарап көрейік. Шатырда 6 сан тұр. Қай сан мен қай санды қоссаң 6 сан шығады. Біз жаңа өттік. Мен мұны сендерге айтпаймын. Бірінші қатарды көрсеттім. 1-ге 5 қоссаң неше? 5-ке 1 қоссаң неше? 6. Кері қарай қалған сандарды осылай топтастырып шығара бересіңдер. Әрі қарай кеттік. Мен сендерге көршісін тап деген ойынды ұсындым. Балалар, білесіңдер. 1, 2, 3. Балалар, 3 саны. Бұлар бір-біріне көрші. 2-ні алсақ, 2-нің алдыңғы көршісі 1, 2-нің соңғы көршісі 3. Енді біздер қолымыздағы тапсырмаға қарайық. 1, 2, 3 сан болу керек. Бірақ 1 менен 2, 3-тің ортасында қай сан жоқ? 1 мен 3-тің ортасында қай сан жоқ? 1 мен 3-тің ортасында 2 саны жоқ. Осылай есепті өздерің шығара бересіңдер. Әрі қарай кеттік. Ең соңғы тапсырма, үйге тапсырма бердім. Беремін.
Бірінші тапсырма. Сүт өнімдерін жинап, мына себетке саламыз. Екіншіден, мына